кетеміз дедім ба, кетеміз. Қамаймын. Қайда барасың, құласың ба? Далада қонсам да ше, мына үйде қамаймын. 1 грамм да қамаймын. Ойпырмай жүзі, шайдан кейін намысың оянып қапты ғой, а? Ей, сезім, қанымды іше берме. Шашыңдап тастаймын бәз, қаным іше берме болды. Сен тентек болып қалғансың ба? Тентек болып қалдым мен. Мен сен қалсаң қала бер. Оған қарсылығым жоқ, бірақ есіңде болсын, мына үйде қалсаң артыңнан келмеймін мен. Ой, бар ше, келесің ғой қайтып. Келмеймін мына. Оу, қалмайсың. Не дауыстарың төбелесіп отырған? Тыныштық па? Сен неме ойлап, бізді аңдып жүресің ба? Барша үйіңе тіліңді істесе? Жоқ, просто сен плоскоп сұрақ келдім де, бар болса бере тұр. Плоскоп? Сен үйіңде бірдеңе бар ма? Бір күн ана киіп жүрген түрсиім сұрап келмесең болған сен. Бары түрсиіміз Келвин Клейн дегеннен ақ болғанбыз, пашық. Не қылды? Сұмдық ашуланып тұрсың ғой? Ештеңе нормально бәрі. Тыныштық емес, ау бауырым, айтшы не алды? Ештеңе болған жоқ. Елі машинаң жүрмей қалды ма, Ұрып тұр ғой қарасай. Сәл өзгеріс бар ма қарасай ғой. Сен қазаққа ауыстырып деп отырады айтқандай. Не нөмір алдың? Сондайларын қара. Теле2 номер алдым ғой, Теле2. 2 айлық тарифмен. Маған десе Теле2, Айжы деген не ол? Айжан деген қызбен жүрген ғой. 3 ай. Әзіліңе әзіл осы көгі. Мұнан қалай аударып алдың сен, Жұрттар ойбай, анаяқта учетта тұрса проблема болады екен, бірдеңе дейтін еді. Ауада ма екен? Это мне не волнует. Ауада емес. Николай деген жолдас балада болды ғой. Россияда сондай жігіт тауып алдым ғой, короче. Николай дедім да. Сделай красиво дедім ғой. Красиво сделай ғой, короче. Сөйтіп айттым. Сөйтті да ол Теле2 номерді лақтырып жіберді қалды ма. Бауырым алғыштайды. Молодец, құтты болсын. Жақсы бір жаңалық екен, жақсы. Жаңалықтың төресі болып тұрған жоқ, бірақ бауырым. Қазір тыңда шок болып қаласың. Айтшы. Айтайын ба? Дайынсың ба? Короче, бөлек шығайын деп жатырмын онан. Қойшы. Опу, мынау кәдімгі қытқыдан беретін жаңалық екен да, Беріңдер кешке. Енді чөтам не план, бізден не көмек бұлай? Көмек анау тасып, затпаттағың деген сияқты. Бірақ сенде затпат та жоқ қой, Бәрі енеңіз көйсі. Сен көтің қыстауында жүрмеймен бірге квартира іздейік. Ақыр қолың бос қойсаң. Қолым кәз болса бет мен. Плоскопсе сұрай бермей. Жүргет. Өтірік сұрай беретін сияқты сол плоскоп. Үйіңе жинап қойсың айуан. Не болды? Күйеуіңнің намысы енді оянды ма? Бұлданып. Есікті ашып теуіп кетті ғой, братала. Білмеймін, түнде шошып оянған шығар. Не қылды? Жын түртті ма? Аталарым дей ма, бірдеңе дейді ғой, білмеймін. Оның аталары да кешкіреді екен де түсіне. Мам, қойыңызшы, не болмайтын нәрсе айтып кеттіңіз? Не қойшы? Не қойшы? Соны қорғаштай бересің. Соның бәрі қорғаштағаннан болып отыр. Мама, енді мені күйеуім ғой ол. Мұның абыройы, менің абыройым, үйтіп бекерге жерге тықпалай бергеннен, ұрса бергеннен оған ештеңе өзгеріп қалмайды ғой. Ой, анасынан жақын көріп қапты ғой. Күйеу дұшпан деген. Осы әрекетіңе жауап беріп жүрме. Не істеймін мен енді? Ажырасып кетейін ба? Не істеймін? Рүсті отырып аласыздар да, жастардың арасына, ерлі зайыптылардың арасына болмайтын жерден килігіп, ақырында ажырастырып тынасыздар ғой. Ал ажырасайық, сол ма сізге керегі? Ажыраса салайық онда. Ойбай, мыналар мені жаман нәрсе ойлайды деп жүр ау деймін. Ал құрметті көпшілік, мен сіздерді бүгін нешеге шақырдым? Екіге шақырдым. Ал сіздер нешеде келдіңіздер? Екіде Келдіңіз. Бұл сіздердің үлкен жауапкершіліктеріңізді көрсетеді. Жалпы адам баласы өмірге келгеннен кейін ешкімге тәуелді болмауы керек. Мен сіздерді екіде шақырдым ба, сіздер екіде келіп тұрсыздар. Демек, сіздер маған тәуелді болып тұрсыздар. Өмірге адам түсір қолыңды, отыр, енді басталды. Өмірге келгеннен кейін біз тек өзімізбен өзіміз өмір сүруіміз керекпіз. Түсінікті ма? Түсініп отырсыздар ма сіздер мен айтып жатқанымды? Бұның түбінде үлкен идеология жатыр. Адам дейді да, жалпы әйел баласы, мысалы күйеуі оған біраз нәрсе айтуы мүмкін. Сен үйде жинап отыр, үй шашулы, тамақты дұрыстап жаса, бала қарада үйде отыр деуі мүмкін. Ол сіздің ішкі ойыңызда, ол сіздің бағыныштылығыңызға келеді. Сүріш қолыңды немене бәрі, қолың көтере беретін емес, қолың сондай мәлде. Ал кейбір жағдайда ол керісінше болуы мүмкін.
Әйел адамдар өзінің еріне сен кешігіп келесің, үйге ақша әкелмейсің, қайда жүрсің деп сөйлеуі мүмкін. Ал ол сіздің әйеліңізге бағыныштылығыңызға келеді. Сұрақ қойсам болады ма? Қойыңыз. Егер әйелің ақша таппайсың, немесе анда қыдырт, мұнда қыдырт дей берсе, оны не істеуге болады? Ол да бағыныштылық па? Ол бағыныштылық емес. Сен бауырым дүңкиген көтіңді көтеріп жұмыс жасасай бауырым мақұл ма? Адам деген әлемді аралап, саяхаттау керек. Сен өзіңнің кругозорыңды кеңейтуің керексің сен деген. Оған ақша қақта болсын, тапқан ақшаң бәрі ішіп жеммен кетіп отыр. Міне, бәріміздің миымызда осындай бір шектеу бар да. Анаған жеткізе алмайым, мынаған жеткізе алмайым деген. Оның бәрінен арылуымыз керекпіз біз деген. Сен қолыңнан келеді, тек мына жеріңді жұмыс жасат сен. Түсіндің ба? Ағай, мен күйеуім мені мақтамайды, жақсы сөздер айтпайды, мен пісірген тамақтарды мүлдем ұнатпайды. Не істесем болады? Онда сен күйеуіңнің басқа біреуі бар. Өлә, сразу олай айтпайтын шығарсыз. Міне, тік айтсаң ренжиді осылар бар ғой. Мен айтпағанда кім айтады енді оны? Мен айтпағанда кім айтады? Айтсаң ренжисің. Болмаса сен тамақты дұрыс жасай алмайсың. Жоқ, күшті жасаймын мен тамақты. Қандай тамақтар жасайсың? Вермишель, Тағы? жұмыртқа. Жұмыртқа қасында ештеңе жоқ па? Жоқ. Болды ма? Көбіне осы екеуін жасаймын. Онда сен күйеуіңнің басқа ешкімі жоқ. Қалай сонда? Сен қарындасың тамақты дұрыстап жасауды үйрен мақұл ма? Ана жұмыртқаның қасына бірдеңе қос, сен сосиска ма бірдеңе ойлап тапсай, сен фантазияңды қоссай. Не болды сен? Айтшы, не айта алмай отырсың бағанадан бері? Ағай, мен неге шатасып кеттім, ағылшын курсына келгенмін. Осылар күйдіреді. Бар, шық бар. Екінші этаж оңға қарай. Бүкіл ойымның бәрін бытшын шығарды. Келесі тақырыбымыз біздің отбасы құндылығы тұр. Не болды? Қысылып тұр едім, сыртқа шықпасам болады ма? Қысылмай айта берші соны. Бар, шық бар. Не қыз берді мыналардың? Біреуі ағылшын деді, біреуі сыртқа шығып келем деді. Бұдан кейін айналайындар. Сендерде кім көрінген семинар тренингке қатыспай ақ қойыңдаршы. Енді семинар тренингті бүгіннен бастап тоқтатайын. Тақтаны сүртіп, орындықтар көтеріп шығыңдар. Звонок болғанда шығыңдар сосын. Жігіттер, квартира осы. Ыстық су, жылы су бәрі бар. Жағдай жасалған. Не істейсіңдер? Жақсысына жақсы екен, брат. Үйің зор. Бірақ енді анау екі семья болып топырлап тұратынымыз жаман екен де, ыңғайсыз ғой. Ой, несі ыңғайсыз? Заты бәрін бірге қорықпай тұрасыңдар. Бір бөлмелі үйде ма? Зор ғой, әдемі ғой. Зор бәлесте жоқ, өтірік соған емес. Алдап сатып жібермекшісің сен. Кеттік, басқа жақтан көрейік. Кеттік. Басқа біреу тауып көріңдер. Тауып алам тұратын адам. Неден қуып жүр ол жездеріміз? Білмеймін. Ескі теуіп ашып кетті ғой. Құтырайын депті да онда ол. Сіз білмейсіз ғой еш нәрсені. Мүмкін бір проблема шығып қалған шығар. Білмеймін. Мен бұларды адам болып кетсін, семья болып кетсін деп жүрсем. Маған көрсеткен рахметі осы да. Қойыңызшы мам. Сіздер де тиісе бересіздер ғой оған. Енді сен сөйлемей-ақ қойшы. Сенің ақылың жетпей тұр еді осы жерде. Жүда, екеуің де сөзін сөйлеу қапсыңдар соның. Жездем жақсы адам негізі. Енді әпкемнің өзі сүйіп қосылған екен, қайта-қайта қажет емес қой олардың арасына түсе берудің. Ай, ақылдым-ай. Сен бірінші біліп ал, кімнің кім екенін. Ертең сен де бір жалаң аяқты әкеп тұрма маған. Сүйіп қалдым, күйіп қалдым деп. Той, мам. Қарсем да 8-ші микрорайоннан ше зор квартиралар шығып тұр. Осыған звондап барасың ше, болды, шашып. Именно 8-ші микрорайон болса, жоламай қойшы яқа. Не үшін? Суточный квартира олар, бытшыт боласың ертең. Не болып суточный болса, әдемі квартира болса болды ғой. Не болғанда ертең көршілерің айқайлайды, шулап, мазаңды алады да. Немене бәле, біз сияқты өңшен қырыла беретін семья тұра ма? Қырылады олар. Бірақ жаңағыдай ұрысып емес та олардікі. Төбелесе ма? Төбелесе де. Бірақ ұрмай, теппей. Далбасылай бермей, айтсай, ұрмай, теппей, бүйтеді. Ашығын айтса, немене бәле бұл? Ой, немене тупит етіп қалдым, не болады деген ес? Не болады? Суточный квартира деп тұр қой, не болады суточный квартирада? Аңыраққа шайқасы болады. Болмайтын жерін тупит етесің, Қой, сондай ола ма? Аңырақай шайқасы тыңдап ұра алмадық па? Қараңыз. Саламатсыз ба? Кірсем бола ма? Келіңіз. Не мәселе бойынша келіңіз?
Енді не мәселе болғанда қалай айтсам екен? Көтере алмай жүрсіз бе? Қайдан біліп қойдыңыз? Бізге бәрі солай келеді ғой. Мынау қалай? 2 бөлмелі. Нормально сияқты бағасы да. Нормально, әйтеуір жаңағы квартира ұқсап, иісі мүңкіп тұрмасын барған кезде. Еске көрсей ма? Вообще, әкел, звондасай. Звондадың ба? Алло. Саламатсыз ба, апай? Қалайсыздар? Орыс қой мұны? Сөйлесей? Сөйлесей? Я Николаймен сөйлескен не болды санда сен? Сөйлесе бет, тапшты. Алло. Алло, здравствуйте. Мы насчет квартиры позвоним. Да. Да, семейный. Дети? Дети нету пока что. Можно, да, посмотреть? Давайте. Не дейді? Сол жазақ сөйлесті бұл. Сұрап атады енді қандай адамдар, бала шағасы жоқ па деп. Бала шағасы жоқ па. Адам өзі қандай болып кеткен адамдар, халық саны көбейтеміз ба деп жүрген кезде квартираға жолатпайды. Не қылмақшы адам саны сұрап? Күшті енді, қанша адам тұрады, ертең бала шағың болса стенаны сызып тастайды, быт шықылады деп дұрыс қой уайымдайды. Бала шаға қазақ санын көбейтеміз ба деп атсақ өстеді олар. Көп балалылардың өзі үй аламай жүр, біз қалай аламыз? Қойшы, сен обязательно не көп балалы болсаң өкімет асырайды деген понятияны құрту керек та сол үшін. Көтін көтересің, жұмыс істейсің, табасың ақша, нормально. Менде ондай ой жоқ, мен балам жоқ пока. Пока жүре берем ғой мен. Жүре берсің. Кеттік. Тағы да іздейміз да. Қанша жыл болды ота құрғандарыңызға? 3 жылдай болды ғой. Одан бұрын бала болмады ма? Болды, бірақ көтеріп тастап қойған ем. Не себепті? Ауыр көтердіңіз бе? Болмаса жұбайыңызға қатты ренжідіңіз бе? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Білмеймін, өзінен өзі сондай болып қалды. Мүмкін бұйырмаған шығар. Так. Ондай болса, сіздер жұбайыңыз екеуіңіз бір-бірлеріңізге қарым-қатынастарыңызды дұрыстау керек. Бір-бірлеріңізге жылы қабақ таныту керексіздер. Мына календарға, мына күндерге қарағанда, мына күндер аралығында бірге болсаңыздар, ата-ана болу мүмкіндігі бар. Біз күніге біргеміз ғой. Енді әрекет жасау керек та? Әрекет жасау керек. Не істеу керек сонда? Вообще түсінбедім. Сыртқа шығып жүгіру керек. Неге тупит етіп отырсыз? Әрекет жасау керек. Асебаны түнде. Соны айтасыз. Қайдан білейін? Өзінше тамақ істей алмайсың дейді ғой. Өзі вообще сабақ өте алмайды да ғой. Шетел аралаңдар, қыдырыңдар дейді. Түмә қыдырасың. Ақшаң болса қыдырасың да. Тоқташы бағана ол. Басқа біреу бар деді, я? Бәсе соңғы кездер басқаша болып жақындамай жүр да. Звондамасам мен оған. Алло, қайда жүрсің? Тез кел үйге, әңгіме бар. Әпке, қайдан келе жатсыз? Жай ашейін. Бір жерге шығып келгем. Тыныш па? Жаңа жесем ашуланып кетті деп естідім ғой. Қайда барады дейсің? Қайттан айналып келеді ғой, ашу басылғаннан кейін. Үйден кетейін деп жатсыздар ма? Қайдам? Ана ұмытып та кеткен шығар ол туралы уже. Олай ұрса бермесеңіздер, бәрі жақсы болып кетеді. Ойбай, жаным-ау, ниетіңе рахмет. Ұрыспағанда енді білмеймін ғой. Баяғыда айтушы еді, ойбай, үйлену оңай, үй болу қиын деп өзімше сенбейтінмін ғой. Көріп жатырық қой енді. Уайымдамаңыз. Андай, главное, іштей сенсеңіз, что бәрі жақсы болып кететініне. Қой, неғып тұрмын, кенейін ба? Алло? Досым қалай жағдай? Хабарласпай кеттің ғой? Степеніңді ұстау, бір степенің түскен кезде барып тұратыныңыздар еді ғой. Андай қады,
Жоқ, қақтың банясы. PlayStation'da емес, андай да, әпшелерге барып тұрады қор. Ораза екен ғой. Бопты, онда оразадан кейін хабарласам мен обязательно. Давай. Бат күн деген жаман салқын болып кетті ғой. Қатып қалғансың. Қайда жүрсің? Не болды? Түрім көк-көмек болып кетті. Қайда жүрсің дейм саған? Жасықпен квартира іздеп келдік, не алды? Іздедік. Сенің осы кімің бар, айтшы жасырмай. Кімің бар деген несе? Басқа біреуің бар ғой, мойындаш. Тентек болып қаласың ба, не алды аяқ асты? Бүгін курсқа бардың. Сол жақта айтты. Егер күйеуің көңіл бөлмесе, мақтамаса, значит біреу бар деп. Бәсе соңғы кездер жақындамай, жақтырмай қашып жүрсің ғой? Деген жақындамай жүрсем оразада қуасың ба? Ой, сен мен вообще істеген тамағымды ұнатпайсың ғой? Кім бар деді саған курсқа, отпайсың ба үйде тыныш? Барғым келген соң бардым. Өйткені ішімдегін сезбейсің. Сәл көңіліме қарасаң болады ғой, өтірік мақтауды да білмейсің. Ал мен болсам сен үшін көңіліңе қарап, тырысып жүрім ғой. Вообще қош, түсінбейсің сен. Осы курс деген өлтіретін шығар бізді жан-жақта. Енді осылай отыра бересің ба далада? Отыра берем, кірмеймін ішке. Айттым ғой саған. Қайда қонбақшысың? Ертең квартира табам, сосын сояққа көшеміз болды. Ойбай, мақұл енді хотя бы ертеңге дейін үйге келіп жатсай. Кірмеймін. Машинада қонам мен. Болды. Неғып істесің, а? Сөйтем мен сондай қырсықпын. Тамақ іштің ба? Ішпеймін, тоқпын. 2 күн болды, тоймеймін. Бопты онда. Көреміз. Жасик. Тамақ алып келдім, же басай? Жемеймін, кете берші. Ой, же басайын да алып келдім ғой мен. Кете берсе, жемеймін дедім осыған. Ой, кісі болып қалады да өстіп. Қойып кеттім. Көрерміз жемегеніңді. Akış. Akış. Анырынже жатсың ба? Енді білесің ғой, мен қарным ашқан кезде өзі көп нәрсе айтып қоядым. Білем, мен әдемі сөздер айтатын жігіттердің қатарынан емеспін. Бірақ сен ойлап қалма, мен сені жақсы көрмейді екен деп. Мен сенен басқа ешкім жоқ. Маған сенен басқа ешкім де керек емес. Шешінен қорыта қалғанша. Сезім. Көрпе ақ көше, қаты қалдым. Әлесімде сағыным туыңай, құшақтата алмаймын өкінішке орай. Енді кештеңе де бұрынғыдай болмайды.